Жақсы. Жақсы бала. Олай болса, бүгін біздің сабағымыз ерекше сабақ. Жақсы көңіл. Ал, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Сабаққа дайынсыз ба? Иә. Бірақ жоғарыда уақыт шығарыс ойнап, уақытпен санасамыз. Ал, бастаймыз ба? Иә. Жақсы. Несін досың шықпайды? Қой ойындар. Дұрыс па екен балалар? Иә. Келесі сұрақ. Ал дайындалып отырайын. Ал ашылған бойы өндірісте қалай қолданылады? Қалай қолданылады екен? Келесі шылы. Бас. Отын ретінде, тағам ретінде, әшекер ретінде, дәрі ретінде. Бұл уақытымыз жетіп бара жатыр. Бәрі бола ма балалар? Жоғары көлік құталар бәрі бола ма? Жоқ. Қалай екен? Келесі. Ағашы, ағаштың не жасауға пайдаланады? Кел үшін қандай? Кел. Не жасайды? Сусын, дәрі, дәріптер, кітап. Не? Дұрыс па екен? Иә. Өте жақсы. Келесі дұрыс жауап беріп жатсыздар, иә? Ол үшін бізге не берді? Бонус берді. Бұл себебі көзге ойынға келе ой біреуін тап. Біреуін тапайық. Өте жақсы. 100 балшықтар, иә? Өте жақсы. Келесі сұрағымыз бар екен. Төртінші сұрақ, иә? Ағаштан жасалған бұйымдар жұлдыз, әйнек, доп, тақима, домбыра. Неге бұл? Домбыра. Дұрыс па екен балалар? Иә. Өте жақсы. Ағаштың түбі қайда қолданады? Иә. Қайда? Алаңда және өндірісте, құрылыста және мектепте, дүкенде және құрылыста, құрылыста және өндірісте. Құрылыста және өндірісте. Дұрыс екен. Мадақтаймыз ба бір-бірімізді? Бес сұрақ болды бізге. Бесеуіне де дұрыс жауап берді, иә? Өте жақсы. Жақсы балалар, өте жақсы. Міне біз өткен сұрақтарды пысықтап алайық өткен сабағымызда. Енді келесі сабақты жалғастыратын боламыз. Олай болса балалар, мен қазір сіздерге тағы да бір үн тыңдатқым келіп тұр. Яғни музыка деп аталады. Дыбыс музыка емес бұл. Дыбыс, осы дыбысты сіздер жақсылап мұқият зер салып тыңдай отырып, ненің дыбысы екенін маған айтасыздар. Зымыран желдің дыбысы сияқты болып естілді, иә, бізге қатты жел сияқты болып. Ұшақтың ұшқанына ұқсайды ма балалар? Олай болса, зымыран дедіңіздер, иә? Зымыранмен біз қайда ұшамыз балалар? Ғарышқа ұшамыз, солай ма? Ғарышқа ұшады екенбіз. Олай болса, ғарыш әндері жайлы сіздер не білесіздер? Жалпы мен не үшін зымыранын деп ойлайсыздар бұл дыбысты сіздерге? Неліктен? Себебі? Біздің сабағымызға қатысы бар ма бұның? Иә. Сабағымыз ғарыш. Ғарыш әлем жайлы кім не біледі? Ал кім? Тағы? Екінші топ, үшінші топтан ештеңе білмейміз бе біз? Ғарышкерлер жайлы не айталық? Ғарышқа ең
алғаш рет бетер ұшырылған. Біреуі белка, біреуі стрелка. Олар 1960 жылы ғарышқа аттанған. Одан кейін орыстың ғарышкері ұшқан Юрий Гагарин. Ол 1961 жылы ғарышқа ұшты. Сымырамыз, иә? Ал қазақ ғарышкерлері туралы естіміз бар ма? Кім айтады? Тез айтайық, ал айтайық. Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Өте жақсы. Осы ғарышкерлерді біледі, білемізде. Өте жақсы. Олай болса біз қазір істетуін тағы да бір видеода көрсетейік. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 1 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің түнгі жасанды серпілді. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Балалар, сендер даңқты ғарышкер Талғат Мұсабаевты кішкентай кезінен ғарышкер болуды армандағанын білесіңдер. Оның есімін ата-анасы Талғат Бекетовтей болсын деп барымдап қойған. Талғат ағаларының өзі 3 жасынан бастап ұшқыш болуды арман етті. Ал 1961 жылы 1 сәуірде Гагарин көкке көтерілгенде достарының арасында тұрып, ол ғарышкер Талғат Мұсабаев деп айғайлаған екен. Ғарышкер өмірінің 1 жылға жуығын, яғни 342 күнін ғарышта өткізген. Сонымен қатар ашық ғарышта ұзақ болған ағалары Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ол ғарышқа әрдайым Қазақстанның туы мен туған жерінің топырағын бірге алып шықты. Өте жақсы. Ал елік балалар? Юрий Гагарин ғарышкер болды. Ал елік Юрий Гагарин бірінші болып ғарышқа ұшқан. Иә, дұрыс айтасыз, Юрий Гагарин алғаш болып ұшқан екен. Жақсы, өте жақсы. Олай болса сіздер айтып жатқандай, күнгі біздің жаңа тақырыбымыз, жаңа сабағымыздың тақырыбы ғарыш әлемі деп аталады екен. Бүгінгі біздің сабақтағы мақсатымыз бізге осы қазақ ғарышкерлері туралы сіздерге мәлімет береді. Біз мәлімет ала отырып, сонымен бірге бізге қандай сабақтар еңбекке жауап береді. Яғни ол практикалық кезеңде біз халықтармен жұмыс жасайтын болады екенбіз. Олай болса, қазір мен сіздерді практикалық сәтімізге кірісіп кетеміз. Бұдан бұрын біз балалар оқуымызда бізде 64-ші беттегі ғарыш әлемі. Бұл жаңағы мәліметтерден тағы да қосымша біздің оқуымызда да берген екен, бір мәлімет. Кім оқиды? Оқи қояды маған мәлімді? Иә, оқи жүр. Шолды жоқ. Бәріміз тыңдаймыз. Орнына тұрып. Тып-тыныш отырып, барлығымыз тыңдаймыз. Қалыңдар қояды. 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр айлағынан адамзат баласы алғаш рет ғарышқа ұшты. Содан бері 500-ден астам адам ғарышқа аттанған. Олардың қатарында қазақтың 3 ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов бар. Иә, екімізде түзет жаттығу жасап алайық, одан соң ары қарай практикалық жұмысымызға кірісетін боламыз. Ал 5 айырмашылығын таптық. Қандай айырмашылығын таптық? Үндемей отырмаймыз. Иә, бірінші. Тағы, кім? Кел. Ауызын айтамыз, істеп тұрпеңіз, иә? Қайсы айырмашылық? Қайшымде? Бұл не? Монета сойма? Иә? Жақсы, айырмашылық. Жақсы, бір айырмашылық таптық. Келесі оқып береміз ол. Келесі екіншісі. Тағы, екінші айырмашылық. Айдана. Айдана, айтамыз орнымызды. Айтамыз. Онда бір айырмашылық. Келесі. Екінші айырмашылық айтамыз. Комета. Иә? Біреуі жұлдыз сияқты, біреуі шар сияқты.
Алдымен ұсынуымыз сағынды, ұсынуымыз. Айтады. Сосын кейде аузымызға салмаймыз. Дұрыс айтасың. Иә, әр қауіпсіздік ережесі. Жұмыс жасап болғанда не істемеді? Қолыңызда Жуамыз. не болды бізде? Сабыннан жуамыз. Суға Сумен салды сабыннан жуамыз. Және влажный салфеткамен жақсылап сүртеміз. Ал сөгіш бар, иә, қолыңызда. Олай болса, балалар, енді біз қазір осы арыш жайлы манадан бері айтып жатырмыз ғой, қазір осы арыш кемесінің макетін жасайды екенбіз. Оны жасамас бұрын бізге қандай құрал қажет екендігін біліп алайық. Қажетті құрал жабдықтар таза пластик құты, түрлі түсті жамсақты маркалы. Қағаздары бау немесе жуан жіп. Иә, түгелімізге бар, иә, артымызда құралдарымыз бар. Олай болса, енді оқулығымызға назар аударайық. Не қажет екен қазір мен біртіндеп түсіндіремін. Бірінші бізге не керек екен? Қағаз. Бар ма? Дайындар, иә. Одан соң бұл қағаздың ішіне нені қойдық? Қараңыздар. Пластик бөтелкеміз. Одан соң пластик бөтелкемізді ана таста келгенде скотч, иә? Скотчпен істейміз, бекітеміз. Одан соң бізден судан соң аршкердің. Одан соң ауылбайда аршкерді қолдың ішіне, яғни түсіреміз. Одан соң жаңағы жасаған кемемізді есептеміз, безендіреді екенбіз. Ал бастап сіздермен бастап бестен бастап кеткіміз керек. Ал бастаймыз. Қалай жасаймыз? Әртүрлі безендірулерімізге болады. Бірақ енді сіздердің нелерін ракеталарын, яғни макеттерін әдемі болу үшін әртүрлі бұта қояды. Аспазы әртүрлі. Бұтамызда оны істейміз. Бүктейміз. Бүктеп аламыз. Себебі бізге үшкіріш керек қой, солай ма? Үшкіріш пішіндес болу керек. Одан соң үшкіріш сияқты қылып не істеп аламыз? Сызып аламыз. Содан соң үшкіріш қылып қияды екенбіз. Түсінікті ма? Бүктейміз қағазбен. Содан соң үшкіріш қылып сызып алады, қияқ қылып сызып. Содан соң сол жерде қоя қоямыз. Өте оңай болу керек. Сабақтан